Баршаңызға сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз влог түсіретін боламыз. Ол влогта мен өзімнің бір күндік өмірімді әдемілеп баяндап беремін. Ең алдымен біз план құрастырамыз. Бізде бүгін ванна жуу, душевой жуу, үйдің дуалдарын сүртіп шығу, люстра жуу, терезе жуу, дубайский шоколад заказ 12 кешін бітіру керек бұлардың барлығын. Алиханды шомылдыру, Алиханмен ойнау 5-10 минут, ұйықтату, тамақ жасау, есіктерді жуу. 5 уақыт намаз оқу арасында. Еще плюс стирка бар. Стирканы қаға қосамыз, стирка міне қаға қосамыз. Стирка бар. Болды, қосып қояйық. Кеттік, жұмыс жасаймыз. Ал достар, кірістік. Ең алдымен мен киімдерді жуып алғанды дұрыс көрдім. Мен тірлігімді жасап біткенше 1 сағаттың ішінде киімдер жуылып болуы тиіс. Ванна жуғанда мына заттардың барлығын қазір аламыз да, мына стеналардың бәрін жуып шығамыз. Мына стена, потолок, шыма, мына терезені бірақ жуып қойғам. Көрініп тұрған шығар, терезені жуып қойғам. Терезе таза. Беттерін сатпақ. Парит сәткен кезде су қалып қалама, солардың барлығын қазір сүртіп шығуымыз керек. И соңында есіктер бар жуылатын. Ал енді ванна бөлмеміздің тазалығына кірсек, ең алдымен маған кедергі жасайтын бүкіл заттардың барлығын бір жерге қойып қоямын, бүкіл жерді босатамын. Шелекке жылы су құйып алып, кішкене порошок салып, дуалдардың барлығын жақсылап жуып аламын, артынша құрғақ тряпкамен бір сүртіп шығамын. Және де қол жететін жерлерді әрине жақсылап қолменен жуып шығуға тырысамын. Әрбір кафельді дымқылдау тряпкамен жақсылап сүртіп, артынша міндетті түрде құрғақ тряпкамен сүртіп аламын. Бұрыштағы шымалдарды аламын, бойым жетсе потолыққа шейін сүртіп шығамын. Ең соңында полын, ваннаның ішін, раковинаны барлығын жуып, ваннадан шығамыз. Осымен біздің ванна аяқталды. Ал енді план бойынша екінші кезекте терезе жуу тұрған болатындығын, сондықтан терезені жуып бастаймыз. Ең алдымен мен сеткасын алып кетемін. Ол сетканы душевойда жуу керек. Және ең бірінші таза жерінен бастаймын, яғни ішкі жағынан. Ішкі жағын жақсылап жуып аламын да, сыртқы жағына өтемін. Арасында міндетті түрде суымды ауыстырамын. Ең алдымен дымқылдау тряпкамен жақсылап сүртіп аламын да, соңында құрғақ тряпкамен сүртемін. Бірақ порошок қоспай жуамын терезелерді. Терезе жуып болды. Айнадай аппақ тереземізге сеткамызды қоямыз. Сеткамызды, кстати, біз ваннада жуамыз. Ден анау бар ғой, қолға ұстайтын ручка сияқты. Сонысымен барлық лайларын барлығын кетіріп шығамыз да, қайтадан осылай орнына әдемілеп салып қоямыз. Мінекей барлығы тап-таза болды енді. Қазір екі жұмыс бітті. Терезені жуып қойдық, ваннаны жуып қойдық. Енді қазір заказым заттары келді. Дубайский шоколад жасайтын боламыз. Ванна бітті, терезе жуылды. Енді қазір заказым заттары келді. Тез заказ жасап тастаймыз. Дальше Айшконы шомылдырып, сүтін беріп ұйықтатамын. Люстраны екі ортада жуып үлгерсем, жуып үлгермесем, увы, ертеңге қалады енді. Мінекей достар, біздің дубайский шоколадымыз дайын болды. Пока мен бұны плитка алған жоқ, өйткені бұл клиенттікі. Мына өзімізге жасаған дубайский шоколад. Қазір ашып көрсетейін. Бисмиллахиррахманиррахим. Осындай сочный дубайский шоколад жегіңіз келсе, өздеріңіз үйде отырып істеп заказ қабылдай берсеңіздер болады. Рецепт мен каналымда бар деп айттым. Осылай беймарал жасап сата берсеңіздер болады. Өте жақсы табыс тап келеді. Қазір енді Алиханды шомылдырып алайық, одан соң қалған істі жалғастыратын боламыз. Айшкоға мен осындай көзді ашытпайтын сусабын қолданамын. 1-2-3 капля қойып жіберсем, мына жер қазір пена болады. Пена. Қазір Алихан тап-таза ваннасында шомылатын болады. Мінекей, ана жерде бізде кір жуылып бітті. Алис, сюда сегодня Ваня. Today. Уже түсем деп отыр. Кемна болды шешеміз. Ал біздің Алихан шомылуға дайын. Менің балапаным. Ангинас. Обай. Ангина. Обай. Су қойыз. Ванна. Спа. Модель боласың ба өскенде? Өзінің түстері бар башын. Су күшті ма Алихан? Джакузи, спа. Я? Шоп. Алихан шомылып болғанша, мен Алихан заттарын қазір дайындап қоямын. Алихан бізде міндетті түрде түскі уақытта ұйықтайды. Судо кремді бірінші жағамын. Сосын подгузник кигіземін. Біз Никко подгузникін пайдаланамыз. Судо крем под подгузник. И осындай міне пижамаларын кигізіп, қазір тап-таза үтіктеулі Айшкоға осыларды қазір кигізіп ұйықтататын боламыз. Алихан тап-таза шып-шикімді судан аппақ болып шықты.
Енді қазір Алиханды сүртіндіреміз. Судан шыққаннан соң сүтін береміз. Бізде сиырдың сүті. Авент деген бутылка. Өте жақсы бутылка. Ал енді тамақ жасайтын уақыт. Бізге тамаққа осындай фарш керек. Картопты мен өткізіп алдым үккіштен. Және де мен картопқа осылай жұмыртқа қосамын. Фаршқа да жұмыртқа қосамын, себебі жұмыртқа қосу арқылы тығыздық пайда болады. Және де блендер арқылы майдаланып туралған пиязды қосып жіберемін фаршқа. Сол кезде біздің салмамыз өте балғын, дәмді болып шығады. Енді бірінші картопты саламыз. Ортасына майонез, одан соң фарш. Картоп, майонез, фарш. Осы схема арқылы запеканкамызды жинаймыз, бетін фольгамен жабамыз да 30-40 минутқа духовкаға 180 градусқа жібереміз. Осымен біздің тамағымыз дайын болады. Ал достар, енді бүгінгі күнді қорытындылайық. Ванна жуылды. Душевой ертеңге қалды енді. Үйдің дуалдары ертеңге қалды. Осы екі түрлік. Люстра ертеңге қалды. Үшеу ертеңге қалып тұр. Терезе жуылды. Дубайский шоколад жасалынды, бірақ әлі жіберілген жоқ. Қазір жіберу керек. Алиханды шомылдырдық. Ойнадық. Ұйықтады. Тамақ жасадық. Есіктерді жудық. Аллаға шүкір. План почти орындалды. Ертеңгі күні де кене жұмыстар қалып тұр. Бүгінгідей көп емес, оңай тез жасалынатын жұмыстар. Және де айтқым келгені, біздің, яғни әйелдердің өте керемет бір қасиеті бар. Ол қандай қасиет деп сұрасаңыздар, әйел адам өзінің көңіл күйімен осы үйдің атмосферасына қатты әсерін бере алады. Яғни әйел адамның көңілі қандай болатын болса, үйдің атмосферасы сондай болатындай жағдай жасалынып қойғанда бізге Алла тағала өзіміз байқаймыз ғой, аналарымызға қарап. Анамыз біртүрлі көңілге жоқ болып тұрса, үйдің іші де біртүрлі болып тұрады. Анамыз жадырап, жарқырап жүрсе, үйдің іші де барлығы бақытты үйдің ішінде. Ер адамда ондай қасиет онша қатты емес, енді ер адам сөздің адамы ғой көбінесе. Үйдің атмосферасын керемет қылып тұратын, ол тікелей әйел адамға байланысты деп ойлаймын. Енді өз басым сол себепті ешқашан да жаман нәрсе тартпаймыз өз-өзімізге. Амалдар ниетке байланысты дейді Алла тағала. Жақсы болуды қаласақ, жақсылық жасаймыз ғой. Жақсылық жасаған сайын жақсылық арта береді екен. Сол себепті әрқашанда жақсы ойлап, жақсы сөйлеп, жақсы көріп, жақсы тыңдап жүрейік. Бүгінгі менің влогым аяқталды. Осындай біздің бір күндік өміріміздің кішкентай бір бөлігі деп айтсам болады. Назарларыңызға өте көп рахмет. Келесі видеода аман есен жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.